Zaman дамып жатқан мен мынан аңғар. Мейірімнен жұрдай боп жүр адамдар. Ең үлкенін сауаптың алады екен, бірінші боп кешірім сұрағандар. Бірақ бүгін көп адам мұны ұқпайды. Өзіне ешбір кінә жуытпайды. Сен ұмытып кеткенмен ешқашанда өкпелеген адамың ұмытпайды. Көңіліне қойсақ та жара салып, менен оның төмен ғой бағасы анық деген оймен кешірім сұрамаймыз, тұрам ба деп алдында аласарып. Айналдық па таш жүрек сорлыға біз? Мейірімсіз боп кеттік, сол кінәміз. Кешірші деп келсе де бір бейшара, аяғыма жығыл деп қорғыламыз. Ар ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз етпеңдір. Жақсы адам ол, қатесіз адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер. Ерегеспен шығатын есінемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-біріңді, кешіргенді Құдай да кешіреді. Көктен бейік болғандай көкірегім, өкінем көп сөйлеп көкіп едім. Біліп білмей егерде ренжітсем, мен сіздерден кешірім өтінемін.